Лекциямыздың 9-шы тақырыбы ерекше білім беруге қажеттілігі бар тұлғаларды қашықтан оқыту. Білім беру жүйесі барлық адамдардың қажеттіліктерін ескеріп, қолжетімді және тиімді оқыту әдістерін ұсынуы маңызды. Қашықтан оқыту ерекше білім беруге мұқтаж балаларға тең мүмкіндік беретін инновациялық тәсіл. Қашықтан оқытудың мақсаты мен міндеттері. Негізгі мақсаты ерекше қажеттіліктері бар оқушыларға сапалы білім беру және әлеуметтік интеграциясын қамтамасыз ету. Міндеттері: оқытудың жеке бейімделген үлгісін жасау, қолданылатын оқыту әдістері жетілдіру және оқу ресурстарына қолжетімділікті арттыру. Қашықтан оқытудың артықшылықтары: икемділік. Оқушылар өздеріне ыңғайлы уақытта және орында оқи алады. Қолжетімділік. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар тұлғалар үй жағдайында оқи алады. Жекелік. Оқытушылар оқушылардың жеке қажеттіліктері мен қарқынына назар аударады. Үнемділік. Қашықтан оқыту кейбір шығындарды азайтады. Қашықтан оқытудың артықшылықтары мен кемшіліктері. Артықшылықтар айтатын болсақ, бұзылыстар бар оқушылардың үйден оқуға мүмкіндігі, жеке қарқынмен оқу, сабақтарға икемді қатысу. Кемшіліктері: жеке тұлғалық дамуға қолдау көрсету қиындығы, оқу материалдарына қол жеткізу мүмкіндігінің шектеулігі болып табылады. Ерекше білімге мұқтаж тұлғалардың қажеттіліктері мен мүмкіндіктері. Мүмкіндіктер туралы айтатын болсақ, қарқындылығын реттеу, қосымша көмек пен консультация алу, өзгермелі уақыт кестесі. Қажеттіліктер: жеке оқу бағдарламасы, көрнекі оқу құралдары, интерактивті қолдау, қолжетімді технологиялар болып табылады. Қашықтан оқыту ресурстарын таңдау және құрастыру критерийлері. Таңдау критерийлері: пайдаланушыға ыңғайлылық, ерекше қажететін оқушылардың қажеттіліктеріне сәйкестігі, тиімді оқыту әдістерін қолдану. Құрастыру критерийлері: қолжетімділік, түсінікті тіл, интерактивті элементтер, бейнелеу және дыбыстық мүмкіндіктер болып табылады. Цифрлық білім беру платформалары мен құралдары. Интерактивті сабақтар, бейнеконференция, экрандағы белгілеу, сұрақ-жауап сеансы. Оқыту басқару жүйелері. Персоналдандырылған сабақтар, тапсырмалар, кері байланыс. Мобильді қосымшалар, қолжетімді интерфейстер, дыбыстық, визуалды ресурстар. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар тұлғалардың қашықтан оқуын ұйымдастыру. Оқу әдістемелік құжаттарды жасау, жеке оқу жоспарлары, бағалау критерийлері, ұсыныстар мен нұсқаулықтар. Тиімді қатысуды қамтамасыз ету, жеке кеңестер мен оқу қолдауын ұсыну, жеке кестелер жасау. Тұрақты мониторинг және кері байланыс. Оқушылар мен ата-аналар жүйелі байланыс, прогресске мониторинг жасау болып табылады. Мұғалімдердің қашықтан оқытуға дайындығы. Цифрлық сауаттылық, оқыту платформалары мен құралдарын тиімді пайдалану дағдылары, бейімделген әдістемелер, ерекше білімдерді қажетті оқушылардың қажеттіліктеріне сәйкес сабақтарды жоспарлау. Ата-аналардың қашықтан оқытуға қатысу, қолдау, яғни ата-аналар баланың оқуына белсенді қатысуы және тұрақты қолдау көрсетуі маңызды. Уақыт бөлу, баланың оқу үшін үйде жақсы ортаны құру және пайдалы уақыт бөлу. Кері байланыс, мұғалімдер мен тұрақты байланыс және оқу үдерісін бақылау болып табылады. Болашаққа көзқарас. Қашықтан оқыту қолданыла алатын ерекше білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыру 90% құрайды. Мұғалімдер мен ата-аналардың цифрлық сауаттылығын арттыру және қашықтан оқыту ресурстарының қолжетімділігін жақсарту. Қашықтан оқыту процесін ұйымдастыру, тиімді технологияларды таңдау, яғни оқушылардың қолжетімді және ыңғайлы платформалар қолдануын қамтамасыз ету. Тұрақты кері байланыс, оқушылардың үздіксіз қолдау алуын және ілгерленуін бақылау. Тиімді коммуникация, оқушылар мен мұғалімдер арасындағы тұрақты және ашық қарым-қатынас қамтамасыз ету. Қатаң бақылау, оқушылардың оқу процесін жіті бақылау және қажетті бейімдерді енгізу. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар тұлғаларға арналған онлайн ресурстар мен құралдар. Интерактивті оқу қосымшалары, бейімделген мазмұны мен үздік интерфейсі бар оқу
қосымшалары қашықтан білім алуға көмектеседі. Байланыс платформалары. Виртуалды сабақтар мен жеке кеңестер үшін бейімделген бейнеконференция құралдары маңызды. Білім беру басқару жүйелері. Интуитивті интерфейс мен бейімделген мазмұны бар онлайн платформалар оқу процесін тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Қашықтан оқытудың болашағы және даму перспективалары. Технологиялық жетістіктер. Жаңа технологиялардың дамуы оқыту сапасын арттырады. Бейімделген мүмкіндіктердің кеңеюі оқыту процесінің ерекше қажеттіліктеріне толығынша сәйкес келеді. Жеке көзқарастың күшеюі. Оқушылар өздерінің ең қолайлы оқу тәсілдерін таңдай алады. Назарларыңызға рахмет.